Баршаңызға сәлем, біз жасағаннан шығатын қимақ дайындаймыз. 2 жұмыртқаға шымшым тұз және дәміне қарай 2-3 ас қасық қант саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз, қант тұзымыз еруі керек. Бір кружка сүт қосамыз, 1 кружка 200 граммға тең. Және 1 кружка ұнды баяулап қосамыз. Комок болмау үшін жақсылап араластырғандарыңыз жөн. Үстіне 1 кружка ыстық су құямыз, яғни қайнаған су. Және де 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Соңында 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Осындай 1 келкі сұйықтық болу керек. Ала қызып тұрған сковородкамызға немесе блиницамызға құймағымызды құйып, бірден пісіре беруге болады. Құймағымыз қызарғанша пісіріп, екінші жағын аударамыз. Екінші жағында жақсылап пісіріп, түсіре бересіздер. Арасына сары май жағуға да болады, негізінен мен жақпаймын. Осындай әдемі әрі өте жұқа құймақ дайын болды. 1 жасағаннан шығады, сондықтан менің рецептімен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.